Ойлан таб арнасына қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода эмодзи арқылы сөзді табу керек болады. Сұрақ саны 20, ойлануға 10 секунд. Менің арнама лайк басып, тіркеліп, колокольчикті басып кетеміз. Ал ендеше бастаймыз. Эмодзи арқылы жасырылған сөзді тап. Ойлануға 10 секунд. Қол шатыр, әрдір шоп бір ұпайдан беріледі. Видео соңында қанша ұпай жинағандарыңызды санап отырыңыздар. Комментарияға жазуды ұмытпаймыз. Бұл жерде қандай сөз деп ойлайсың? Көлбақа сөзі. Ал осы сөзді таба аласың ба? Егер де сен менің парақшама тіркелмеген болсам, тіркеліп кеп, 10 000 оқырманға бірге жетейік. Таутеке сөзі. Дұрыс таптың ба? Ал осы сөзді сен таба аласың ба? Дұрыстап ойлан. Әрине, темір жол сөзі болады. Бұл сөздің атауы эмодзи арқылы білініп тұр. Үшбұрыш сөзі. Дұрыс таптың ба? Ал бұл сөзді сен таба алады ма екенсің? Тайлақ сөзі. Дұрыс таптың ба? Жақсылап ойлан, эмодзиға дұрыстап қара, сол кезде сен сөзді тауып аласың. Ақбөкен сөзі. Дұрыстап алдың ба? Ал осы сөзді тауып көрші, плюс бізде қос сөзі болады. Қос аяқ сөзі шығады. Ал бұл жерде қандай сөз шығады? Ойланып көр. Әрине дұрыс, түйе құс сөзі шығады. Құрметті ойлан тап арнасының көрермендері, біздің парақшамызды 99% адам тіркелусіз көреді екен. Егер де сіз тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп кетіңіз. 10 000 оқырманға бірге жетейік. Лайк басып, колокольчикті басамыз. Осы сөзді тауып көрші. Әрине, қара құрт сөзі шығады. Бұл жерде жануардың аты болады. Ойланып көр. Дұрыс таптың, жолбарыс. Осы сөзді ойланып көр. Қандай сөз шығады деп ойлайсың? Осындай атаумен ойын бар. Өте дұрыс, ақсүйек. Ал осы сөзді тауып көрші. Қырыққабат. Қырыққабатқа ұқсас сөз. Әрине, екі қабат. Ал осы сөзді таба аласың ба? Дұрыстап ойлан. Бізде асқабақ сөзі болады. Таба алдың ба? Бұл сөздің атауы эмодзидан ақ көрініп тұр деп ойлаймын. Әрине, жеті қарақшы. Ал бұл сөзді сен таба аласың ба? Мүйіз тұмсық сөзі.
Ал осы сөзді ше таба аласың ба? Әрине, ақтас сөзі. Дұрыстап ойлан, өте оңай сөз. Бірақтан да сен екінші эмоцияны дұрыс табуың керексің ол үшін. Әрине, ойыншық сөзі болады. Ал осы сөзді тауып көрші, таба алады ма екенсің? Ыстық көл сөзі. Осымен біздің видеомыз аяқталды. Егер де видео ұнаған болса, ойлан тап арнасына тіркелуді ұмытпаймыз. Лайк басып, комментария жазамыз. Келесі кездескенше